Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Диляра. Бүгін птичье молоко тортын жасайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамын астына жазып кетемін. Алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын ажырату қажет. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Жұмыртқаның сарысы бізге қамырға қажет. Ең бірінші ыдысқа бөлме температурасындағы майды, қантты саламыз. Массамыз ағарғанша миксерлейміз. Жұмыртқаның сарысын бір-бірден қосамыз. Ұнмен қопсытқышты міндетті түрде електен өткізіп, массамызға салып, жақсылап араластырамыз. Енді қамырды пергамент қағазына, тефлон немесе силикон ковриктардың үстіне жағып шығамыз. Менде форма диаметрі 22 см болды. Егер 18-20 см жазсаңыздар, торттарыңыз биік болып шығады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 12-15 минуттай пісіреміз. Дайын болған соң ыстық күйінде міндетті түрде кольцомен кесіп алу қажет. Енді суфле дайындайтын боламыз. Мен желатин емес, агар-агар қолдандым. Ыдысқа бөлме температурасындағы майды салып, үлкен жылдамдықта миксерлейміз. Үстіне сгущенканы қосып, тағы миксерлейміз ағарғанша. Шетке қойып, енді 4 жұмыртқаның ағуызын көлемі 3-4 есе көтерілгенше миксерлейміз. Енді сироп дайындайтын боламыз. Ол үшін су, қантты сотейникке салып, үстіне агар-агар қосып қайнатамыз. Астын орташа отта қойып, міндетті түрде араластырып тұру қажет. Сироп көбіктен қайнайды, термометр қойып 110 градус болғанша қайнатамыз.
Ақуызды формасы көтерілгенше тағы да миксерлеп, үстіне аз-аздан сироп құйып араластырамыз. Енді сары май мен сгущенка қосылған массаны қосып миксерлейміз. Жақсылап бәрі араласқан соң суфлеміз дайын болды. Пештен шыққан бисквитті кольцомен кесіп аламыз. Енді подложканың үстіне бисквит қойып, шетіне кольцо қойып шығамыз. Кольцоның үстіне ацетатная бумага саламыз, ол болмаса пергамент қағазында қолдануға болады. Енді үстіне суфлені құйып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қоямыз. Енді ганаш дайындайтын боламыз. Ол үшін водяной баняда сары май мен шоколадты ерітіп аламыз. Сәл суыған соң торттың үстіне құямыз. Қайта тоңазытқышқа 1 сағатқа саламыз. Шоколады қатқан соң ацетат қағазын алып, дәмін көре беруге болады. Дәмі өте нәзік, өте ерекше болып шығатын торт. Жасап көруге кеңес беремін. Дәмі тіл үйіреді. Ерекше торт десем болады. Каналымда басқа да торттардың жасалу рецепттері бар. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.